Телефон. Телефон açık. Başka bir yapalım mı? Anamın açık. Kalay bir olay. Şimdi Belediyede sorma güzel. Güzel. hayatımdan Hataylı'yım dedim. Erkeği lazım. Oğlu var, Ervan. Günümde bir. Sas makul. Günümüzde karşıladık. How much for? Tamam. Бастай берейік, құшаққа. Бар ма, түгел жиналып отыр? Рахмет. Саламатсыздар ма? Қоғамдық тыңдаудың төрағасы Қызылорда қаласының Соталды округ әкімінің аппаратының бас маманы Сәргел Мұғалім талабында. Бүгінгі ашық жиналыста біз Қызылорда қаласының Соталды округы Махамбетов ауылындағы Тораңғылсай шатқалында 8-ші құрылысында орналасқан халықов жеке кәсіпкер кірпіш зауыты үшін атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындағы нормативтердің жобасын талқылаймыз. Қоғамдық тыңдаулар өткізудің регламентін бекіту лайық. Бірінші, қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу. Екінші, келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы. Үшінші, баяндамашылардың сөз сөйлеуі. Төртінші, баяндамаларды талқылау. Бесінші, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарды тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Алтыншы, қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Регламентті бекіту туралы қатысушылардың шешімдері. Барлықтарыңыз келісесіз. Келісілді. Енді кезекте ұсыныстарыңыз болса, көпшілік дауыстың қатысуын таңдап жіберсек. Жүсіпова Гүлназды таңдасақ қарсы емессіздер ме? Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймыз. Баяндамашы. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар. Менің есімім Жүсіпова Гүлназ. Осы Орда проект консалтинг жауапкершілігі серіктестігінің маманы боламын. Осы жобаны әзірлеу үшін айта беріңіз. Бүгінгі жиынымыздың басты мәселесі Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінің Махамбет ауылы Тораңғылсай шатқалының 8-ші құрылысында орналасқан халық жеке кәсіпкердің кірпіш зауыты үшін атмосфера ластаушы заттардың шығарылған нормативтерінің жобасы. Соған қоса қоршаған ортаны қорғау жобасы талқыланады. Сондай-ақ халықтарды бақылау бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жоспары жөнінде шараларын талқылайтын боламыз. Кірпіш зауыт жеке кәсіпкерінің халықтың картада көрсетілген Тораңғылсай шатқалында жаңадан ашылған Махамбет ауылынан 10-732 километр қашықтықта орналасқан. Су қорғау аймағына келетін болсақ, Сырдария өзені шамамен 8-де 633 километр қашықтықта орналасқан. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілері, оның ішінде сәулет археологиялық объектілер жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан және мемлекеттік орман қоры жерлерінен тыс жерде орналасқан. Нысан аумағында Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдіктер мен жануарлар түрлері жоқ. Жасыл аумақтардың жоқтығына байланысты бұзу қарастырылмаған. Өндірістік нысан Махамбет ауылының солтүстік батысына қарай және Қызылорда қаласы солтүстік шығысына қарай 10 км қашықтықта орналасқан. Тораңғылсай 8-ші құрылысында пайдаланылатын жерінде. Пайдалану кезінде алдын ала есептеулер бойынша 15 көзі анықталды, оның ішінде 4 ұйымдасқан, 11 ұйымдастырылмаған есептелінді. Есептеу нәтижесінде 25 пен 34 жылға арналған жылдық шардылардың мөлшері 136-дан 0,26 тоннаны құрайды. Жобада бірқатар экологиялық шаралар қарастырылған, оның ішінде шаңды басу 6-8 пен 6-15 көздеріне 70% сумен басу қарастырылып отыр. Оның ішінде 0,3 пен 0,4 көздерді күл ұстау шаңды 80% азайтып отыр және 0,02 көздерге шаңды 30%-ға ұстайтын құбырлармен жабдықталған. Сонымен қатар Қызылорда қаласы Ақсуат Махамбет ауылында Тораңғылсай шатқалында 8 құрылысына орналасқан 2 пештің құрылысы керамикалық кірпіш күйдіру жобасы бойынша
құрылыс кезеңі заттардың зиянды мөлшері 0,386 тоннаны құрайды. Атмосфералық ауадағы зиян заттар желдететін концентрация есептеу нәтижесі бойынша ауа бассейні ластанып тек объект аумағында болады және осы ауданның экологиялық жағдайын айтарлықтай үлес қосылмай тек қорытынды жасауға болады. Жоспарланған жұмыстар адамның өмірі мен денсаулығына айтарлықтай әсер етеді. Су көздеріне келетін болсақ, пайдалану кезінде суды тасымалдау арқылы жеткізіліп отырады. Тұрмыстық сатым сулар уақытша септикке құйылады және қажет болған жағдайда бөгде үймен келісім негізінде кәрізбен сорылып отырады. Және де құрылыс Қызылорда қаласы Ақсуат Махамбет ауылының Мұрамызда шатқан 8-ші құрылысына орналасқан 2 пештің құрылысы керамикалық жұмыс жобасы тұрмыстық қажеттіліктер үшін 129 текше метр суды пайдаланады, ал өндірістік қажеттіліктер үшін 131 текше метр суды құрайды. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, нысан өндіру кезінде есептеулер бойынша қалдықтардың мөлшері аралас коммуналдық қалдықтар, кірпіш қалдықтары, күл қалдықтары және электрод қалдықтары. Бұлар 25-34 жылға 184-75 тонна қалдықты құрап отыр. Ал Қызылорда қаласы жаңа жұмыс жобасының қалдықтар көлемі 0,151 тоннаны құрап отыр. Қалдықтар жинақталуына қарай бұлар контейнерлерде жиналады және қауіпті қалдықтарды өңдеуге, залалсыздандыруға және кәдеге жаратуға жоюға лицензиясы бар үшінші тарап ұйымдар келісімшарт негізінде беріліп отырады. Жасатайым болып қалған ықтималдығы жоспарланған қызмет объектінің технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес пайдалану ластаушы заттардың атмосфера ағынды және авариялық шығарулар болу мүмкіндігін болдырмайды. Жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді барынша азайту бойынша бірқатар шаралар қарастырылған. Осы шараларды ескере отырып, қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету көзделмек. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса, ұсыныстарыңыз. Баяндамашы, сұрақ ұсыныстарыңыз. Жобаға байланысты. Ne turlar sordu? Buna. Айта беріңіз. Көп сау. Айта беріңіз. Biz bana баяндамасын бастан аяқ тыңдадық. Мына халықтың істеватқан тірлігін, елге зияны туралы жоғын, істеватқан тірлік бәрі заңды түрде істелгендігін баяғыдан толық тыңдадық. Енді істеватқан тірліктері өте жақсы. Енді қазақта сөз бар, баланан тартпа, жағасынан ұстама деген. Істеватқан тірлігінде біз 3 жылдың көлемінде көп жүрміз. Жақсы тірліктер жасалып жатыр. Бұл ауылдың, біздің үлкен ақсақалдарымыз ауылдың баласы дейді. Ауылдың баласы қазір елдің ағасы. Үлкен шаруалардың басқасында жүр. Осы 3 жылдың көлемінде енді бұл отқан тірліктердің бәрінен осы азаматтық жәрдем тиіп жүр. Әр өтетін мероприятие болсын, әйелдер күні болсын, қарттар күні болсын, осы азаматтың көмегіміз толықтай көріп жүрміз. Сумасын айтпай ақ қояйық, бірақ қомақты көлемде жәрдем беріп жүрген адам. Сондықтан мен есептеймін, біздің ауылдың тұрғындары істеватқан тірлігіне толықтай қарсы емес. Елдің атынан, ауылдың ақсақалдарының атынан айтылған сөз деп қабылдаңыздар. Рахмет айналайын. Тірлігін алғасы берсін. Жігіттер айтатын шаруалар болса айтыңдар. Бізде сол өмекеңнің артында айтамыз. Өмекең жақсы айтты. Елге көмектесіп жатса, халыққа көмектесіп жатса, бізге содан артын не керек? Дұрыс, рахмет, інімізге рахмет айтамыз. Көмектесіп, елге қол үшін беріп жатқанына. Осы елдің жігіті ғой, осы елде туып өскен. Кім ол? Солай. Кәсіпкер Бақытбек. Бақытбек өте жақсы жұмыс істейді. Әжі жаны ашып, мен өзім шын пікірімді айтып жатырмын да. Дұрыс айтыңыз. Ауылға мероприятие болсын, бір жерде жетімсіз болып жатса, бір түрлі шаруалардың несі бар ғой. Сонда болсын Бақытбек қолынан келгенін аязбай еліне қызмет істеп жатыр. Оның көзіміз көріп жүр. Ол енді
осындай азамат шыға берсе, көбейіп қалпына жаны ашып жүре берсе, біз мынау оттың басында отырған адам қуанамыз. Еңсерін өрлей берсін. Осы менің пікірім. Дұрыс, әді бақ. Кәсібіне ерекелесінде Бақыт туралы жақсы айтылады. Бәрі заң министрлігі болса, жаңағы баяндамада бәрі толық айтты. Жағынан дұрыс дейміз. Халыққа қолдан келгенше жұрттан артығымызға кем жәрдем беріп жатқан жоқ. Әр уақытта сондай. Алда жүреді Бақытбек. Кәсібіңе береке берсін. Аға сіздің атыңыз? Құрманғалиев. Құрманғалиев, есіңіз? Сырым. Бәке. Қазір тұра тұрсыздар, департамент. Ең бар ел болды құрақында. Я сіз айтып жеріңіз департамент управление шарттары. Алло. Еще. Ага, айта беріңіз. Неше деп отыр? Иә. Орамысай шатқалында. Жаңадан ашылған жер учаскесі. 10 километр ашық. Онда 700. Онда 700 жаңа картамен көрсетіп. Өзіміз звондаймын ғой. Алыс. Онда 700. Айдалада. Онда 732. Нақты айтсақ. Айтайыныз. Заказчик өзі отыр айтады қазір. Бұрынғыдан қазір ауа райы өзгеріп келе жатыр. Сосын біз анау жұмысшыларды тұрақтандыру үшін, сосын ауылдан істейтіндер бар, соларға тұрақты айлық тауып беріп тұрақтандыру үшін сол біз енді сол жаңағы берілген объемды круглый год айналдырғымыз келіп отыр ғой. Сосын қазір бұл мысалға апрельде бастай алмаймыз. Апрельде қазір жаңбыр бар, не бар мысалға. Сосын круглый год қойдық оны. Өзі по факту отчеттың бәрі, есептің бәрі по факту тапсырылады ғой. Ол енді круглый год алынғанмен істелетін күні бар, істелмейтін күні бар жағдайда. 360 күн толық істемейді ғой. Бірақ по факту отчет тапсырылады ғой, асында істелген неге байланысты, фактыға байланысты, фактически уақытқа байланысты. Оның енді газға да бардық несінде, ол қазір неше жылға деді? 28-ге дейін пока не жоқ деді, план вообще. Сосын мен енді өздерінің нелер бар екен. Ол белгісіз деді онда да жаңағы, неде қарастырылмаған бюджетте деді. Алыс. Айдалада ғой, Тораңғысай шатқалы деп тұрғасын. Айдалада уже даже елдің... Жайылымдық жер ғой негізінде. Жайылымдық жер ғой. Ояқада суда әзір бармайды, өз күшімен тартып отырған бәрі. Су жоқ, скважина қазір. Ана. Жылына 4 миллион. 4 миллион, 4,5 миллион. 3 миллион максимальный есептеді қой біз жағдай. Ана карьеріне байланысты. 4 миллион 775 штук. Екі пештен. Екеуі бес перерывно жұмыс істегенде. Қандай мероприятиялар қатыстырылған осы бойынша? Құрылыс жүреді, Бірінші құрылыс жүреді, 2 айда салып болып қалғанша енді салады. Құрылыстарын салып болғаннан кейін эксплуатация енді сол үшін целый год қалады, келесі жыл целый годтан бастау жұмыс. Мероприятие жаңағы дробилка угляға су себеді, сосын площадка глиныға да су себеді, сосын 2 пеште нелер тұрады, циклондар, өздері вытяжной вентиляторлар бар, и сосын бытовой пеш бар, оның өзі жаңағы құдықпен жүрді, оның өзі де жаңағы мероприятие деп күл бірден прямой жанып шықпайды, сол үшін через газоход арқылы не бар, осы мероприятиялар.
Сосын по мероприятияға озеленение қойдық. Барынша су озеленение территории бар. Ограждение су болады. Жаңадан ашылғасын әлі. Озеленение бар ма? Өшірген жерді су Қоршауын жасайды. Айдала болып қойын. Болашақта қоршап, академия болып твердо покрытие бәрі болады. жоқ. Құрылымда қаншатқан жер мекені адамдар. Иә, осы Махамбет ауылында. Бұл өмірзақ деген, өмірсен деген адам осы ардагерлер кеңесінің қоғамдық төрағасы. Бәрі ауыл ардагерлер ғой. Мына қалғандар мүшесі қоғамдық кеңестің. Жақсы басталып жоқ. Рахмет. Управление сіздің сұрағыңыз бар ма? Бүгін қоғамдық тыңдау ережесі барлық талаптар сақталуына байланысты өткізілді деп саналады. Болды.